Саламатсыздар ма? Бүгін бізді голубцы жасайтын боламыз. Көреміз. Так, ол үшін бізге осындай капуста керек. Капустамыздың мынау қатты жерін алып тастаймыз. Осылай алып, осы алынған жағын жоғарыға қаратып, салқын су құйып қайнатамыз, чтобы мынаның бәрі босау үшін. Және начинкасын дайындап аламыз. Капустамыз пока піскенше. Ол үшін бізге осындай свежий фарш керек. Фаршымызға қосатын осындай бір сәбіз және бір жуа керек. Жуамызды сақтап тураймыз. Және морковымызды ұсақ үкіштен өткіземіз. Және осы жуамыз бен морковымызды табаға майға қуырып аламыз. Осылай қыздырылған табамызға жуамыз бен осындай морковымызды қуырып аламыз. Және осылай жарты кесе күрішімізді пісіріп аламыз. Тұз ештеңе қоспай. Толықтай пісірмейміз, жартылай ғана пісіреміз. Так, күрішіміз жартылай пісті. Фаршымызға қосамыз. Және жуамыз бен морковымызды жаңа қуырып алдық. Соны қосамыз. Және аздап қарабырш, және тұз. Енді осын жақсылап араластырамыз. Осылай капустамыздың піскенін түсіріп аламыз, өстіп. Капустамыздың піскен кейбір жапырақтарын түсіріп алдым. Қалғаны әлі пісіп жатыр. Осылардан бастап ақырындап жасай берейік. Ол үшін біз мынандай капустамыздың қатты жерін өстіп пышақпен алып тастаймыз. Және осылайынан қойып, осы начинкамызды ортасына салып, осылай екі жағын қайырып, осылай жасай береміз. Және осыған 2 қасық томат саламыз. Осыға араластырамыз.
Енді голубцыйымызды осындай кастрөлге саламыз. Ол үшін біз астына осындай 2-3 картошка ашып саламыз. Голубцыйымыз жабысып қалмасын деп. Және жаңағы пісірген тұздығымызды осылай кішкене құямыз. Голубцыйымыз осындай әйдік нағыз еркектер жейтін голубцый болған екен. Және үстіне тұздығымызды осылай құйып шығамыз. Енді осы кастрөлімізді ақырын отқа 45 минутқа газге қоямыз. Голубцыйымыз 45 минут тұрды. Пісті. Енді ақырындап түсіріп аламыз. Üstüne kішкене ас көк себеміз. Асымыз дайын болды. Ал енді бисмиллах деп дәмін көрейік. Иісі деген енді керемет. Іші осындай. Голубцыйымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар.